Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Жансая каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге дәл осындай ойыншық түрімен ойнауға болатын бірнеше ойын түрлерін көрсетпекпін. Менімен бірге болыңыздар. Бұл ойыншықты түрлендіру үшін бізге қажетті заттар. Бірінші дәнді дақылдар, мен күрішті алдым. Кез келген баланың нәскиі, фольга және кез келген резинка қажет болады. Жалпы бұл ойыншық ата-аналар, мұғалімдер, тіптен логопедтер арасында кеңінен таралған. Оның бірден бір себебі бағасы жағынан өте қолжетімді болғандығы және баланы жан-жақты дамытуға мүмкіндік беретін ойыншық. Орнын тап ойыншығы баланы қалай дамытады? Ең бірінші балаға сөздік қорының көбейтуіне әсер етеді. Яғни сіз қандай тақырыпта вкладышты алдыңыз, сол тақырыпта бала меңгеретін болады. Екінші, баладағы пинцетный захват, яғни саусақпен ұстап алу механизмін дамытады. Бұл механизм кейіннен баланың қасық ұстауына, қаламсапты дұрыс ұстап жазуына жәрдемдеседі. Үшінші, логикалық ойлау қабілетін дамытады. Яғни бала ойлана отырып әрбір пішінді өзінің орнына қою керек. Төртінші, баланың көз, қолы координациясын, ұсақ қол моторикасын, тіптен ірі моторикасын дамытуға қабілетті. Бұл ойыншықты 10 айдан бастап 1,5-2 жасқа дейінгі балаларға ұсына берсеңіздер болады. Енді бұл ойыншықты қалай түрлендіреміз? Ең бірінші, күріштің ішіне, яғни кез келген үйіңізде қолданылатын дәнді дақылдың ішіне ойыншықтың бір бөлшегін жасырып қоямыз да, баламызға сол күріштің ішінен ойыншықты тауып алып, орнына қоюды өтінеміз. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сол кезде менің жаңа видеоларым сіздерге SMS хабарлама болып келіп тұратын болады. Ойыншықты түрлендіріп ойнату екінші вариант. Екінші вариант бойынша тағы да ойыншықтың бір бөлшегін резинкамен қыстырып қоямыз, не болмаса скотчпен орап қойсаңыздар да болады. Бала соны шешуі қажет. Шешіп және бөлшекті өз орнына қояды. Ойыншықты түрлендіріп ойнаймыз. Үшінші вариант бойынша баланың нәскиіне ойыншықтың бөлшектерін салып қоямыз. Дәл осы сәтте балада іздестіру механизмі қосылып, ойыншықтарды нәскидің ішінен шығарып, орнына қояды. Қаншама іс-әрекет орындалады, балада логикалық ойлау, моториканы дамыту қалыптасады. Ойыншықтарды түрлендіріп ойнаймыз. Төртінші вариантта фольга қағазының ішіне бөлшектерді жасырып қоямыз. Бұл да нәскидің ішіне ойыншықтарды салғанға ұқсас, бірақ дегенмен де баладағы сипап сезу мүшесін дамыту үшін осылай әртүрлі вариантта нұсқада балаға ойындарды ұсынғанымыз абзал болып табылады. Құрметті оқырмандар, канал қонақтары, сіздерге ұсынар ойынымыз осындай болды. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарийға өзіңіздің пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Біз үшін бұл өте маңызды. Соңына дейін көрген болсаңыз көп-көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.